бұл жігіт негізі Ербол деп прикол ұстайтын тұғын. Ербол, бұның несі бар деп. Қалдыбай десе, қожы бар алмасын. Мен студент кезінде маған қолдау білдіріп, сөйтіп жүретін тұғын болдысы. Тойға шығамыз еще ол. Бұл тамада мен әнші, музыкант. Көлік салондық емес, өзім мініп жүрген көлігім. Неге бұл маған беріп отырсың? Жақсы нәрсені жету үшін жақсы нәрсені айырбастау керек дейді ғой. Алла разылығы үшін бұл саған сыйлық. Сен де беріп отырсың ел жұртқа деген сияқты. Маған керек емес құрсын, өзің мініп аман жүр болды. Құрметті оқырмандар, Сыйластығымыз ұзағынан болсын болды. Маған керек емес. Шын айтамын, өзің мін. Маған бермейтін шығарсың. үйленбей жүргеннің арқасында осының арқасы ма, сол үш салымды қарға жедім ба, көгеріне кір дедің ба, ішіне дедің ба деп. Ырыс бала туралы қай жерде болсын да бірдеңе айтып жатса, мен тыңдап тұрамын да, бірдеңе деп жатса, кәдімгідей мен жақсы жаққа бұрып, вообще қара сөз тигізген емеспін, бірақ ішінде бір өкпе тұратын тұғын, бір реніш тұратын тұғын. Неге деп? Сонымен 3 жыл өтіп кетті ағайын. Мұса туылған күн жасап жатыр, мен тойларымды шақырып жатырмын. Екеуміз айдаладағы кеше жолдан қосылған адамдар біздің қуаныштарымызда жүреді да, ал баяғыда бірге келе жатқан екеуміз жоқпыз да. Орның білінеді кәдімгі. Ал бас сенің де орның білінеді, айуан. Қанша рет бала тудың, қанша рет туған күнің болды. Сен соны біреуіне келген жоқсың. Қаншамды кешемді ағайын? Не дейді осына кезде? Не дейді? Ирис, больше не дерись. Ирис емес? Дерись, больше не... Мерис. Қалай? Мерис, больше не дерись. Давай. Кәдімгідей андай бір. Желгеннен жүк түскендей болып отыр ағайындар. Мен сияқты дәу жүк па? Деніңнің саулығы керек, амандығың керек. И жанында осылай жүргенің керек. Маған көліп рахмет бауырым. Сыворотка ол. Ағартатын бірдеңе бар ма? Бетіңде қалың жасайту керек. Қалдыбай? Қалайсыздар ма? Қалайсыздар?